Сәлем, сіздермен Кино Кимано. Netflix жыл сайын таңғалдырудан шаршамайды. Бумажный дом, Игра в кальмары, Ход королевы. Осы жылы Wednesday. Та самая Wednesday из семейки Адамс. Сонау 40-шы жылдары карикатурист Чарльз Адамстың комикс кейіпкерлері 64-ші жылдан бастап түрлі нұсқада экранға шығарылды. Ең соңғысы 2019 жылы мультфильмі түсірілген болатын. Неше түрлі ужастиктер түсірген Тим Бёртонмен бірлесе отырып, Адамс отбасының біртүрлі қызы Wednesday туралы целый бір сериал түсірілді. Фильм шықпай жатып үлкен жаңалық болды. Сам Тим Бёртон түсірген соң, конечно, көп нәрсе күттік. Бірден айтайық, бұл Netflix. А это значит, ол жерде жасөспірімдерге актуалды тақырыптар міндетті түрде болады. Мысалы, достық, романтика, мектептегі бір-бірімен бәсекелестік, отбасындағы қарым-қатынастар, токсичный ата-аналар деген сияқты. Сюжет былай басталады. Wednesday қарапайым мектепке сыймай, неше түрлі аннан қашқан, мұнан қашқан өзі сияқтылар оқитын Nevermore академиясына келеді. Әкесі Гомес пен Мартиша да осы академияда оқып, сол жерде танысқан болатын. Өзіне мүлдем қарама-қарсы персонаж Эннет пен бір бөлмеде көрші тұрады. Бір күні Роуэн атты жігіттің орманға бара жатқанын көріп, артынан жүгіреді. Роуэн Wednesdayге оны өлтіру керегін, әйтпесе Nevermoreға қауіпті екендігін айтып, өлтіруге тырысады. Сол сәтте құбыжық шығып Роуэнге шабуыл жасайды, Wednesdayді құтқарып қалады. Осыдан кейін Wednesday құбыжықтың барына жан-жағын сендіруге тырысады және өзі құбыжықтың кім екендігін табуға кіріседі. Құбыжық дегеніміз монстр ғой. Мектепте жүріп әулиелік қасиеті бар және суреттерді тірілте алатын Ксейвия, бала араларымен айналысатын Юджин, қарапайым кафедегі даяшы болып жұмыс істейтін Тейлор және үнемі бәсекелесіп бірін-бірі жақтырмай жүретін Бианкамен танысады. Бұлардың барлығы да құбыжықты анықтауда өз үлестерін қосады. Әрине, вещь, яғни затты айтпай кетуге болмас. Wednesdayдің қасында жүгіріп жүріп біраз шаруа бітіреді өзі. Ең соңғы нүктесі ол өзінің әулиелік қасиетінің арқасында нағыз құбыжықтың кім екенін анықтайды. Қорыта келе, Wednesday бастапқы оригинал кейіпкерлерден мүлдем басқа екенін түсіндім. Netflix өзінің стиліндегі, әдеттегі фантастикалық детектив жанрындағы фильмді семейка Адамстың фантигіне орап бере салған сияқты көрінді. Алайда Дженна Ортеганың ойыны, хит болған биі, керемет атмосферасы үшін көруге әбден лайық фильм. Достар, еңбегімді бағалап, лайк, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ал жалпы Адамстар отбасының шығу тарихы, олардың ерекшеліктері туралы қызық болса, комментарийге жазып кетіңіздер, мен зерттеу жүргізуге дайынмын. Сол мен Wednesday сериалын көргендеріңіз өз ойларыңызбен бөлісіңіздер, күтемін. Сіздермен болған Кино Кимано.